Ассалаумағалейкем, мен Ахытжан дос. Америка, Флорида штаты, Майами қаласынан сәлем. Сіз Америкаға келіп, тұрақты тұруға мүмкіндіктер іздестіріп жүрген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бірінші, Америкаға тұрақты тұруға мүмкіндік беретін ол грин карта ұтып алу. Грин карта сізге Америкада жұмыс істеуге, тұрақты тұруға, шетелге, басқа жақтарға шығуға мүмкіндік береді. Грин карта егер отбасыңызда бір адам ұтып алатын болса, сіздің әйеліңізге немесе күйеуіңізге және де 21 жасқа толмаған барлық балаларыңызға автоматты түрде беріледі. Сіз сол арқылы Америкада бірнеше жылдар тұрғаннан кейін азаматтыққа тапсыра аласыз. Егер де сіз грин картаға анкетаны әлі де толтырмаған болсаңыз, менің алдындағы видеомды көру арқылы сіз өзіңіз тегін анкетаны толтыра аласыз. Екінші, Америка азаматына, яғни тұрмысқа шығу, ол сіздің келешек әйеліңіз, келешек күйеуіңіз болуы мүмкін. Оның бірнеше жолы бар. Біріншіден сіз туристік виза арқылы Америкаға келесіз. Америкада сіз танысып, үйленуге шешім шығарып, документтеріңізді беріп үйленесіздер. Бұл жылдам және өте жеңіл түрде болады. Бұл сіз үйленгеннен кейін 2 айдан соң грин карта алуға мүмкіндік береді. Ал келесі жолы ол сіз өз еліңізде боласыз. Сіздің келешек жарыңыз немесе жұбайыңыз сізге барлық ақпараттарды, барлық қажетті құжаттарды сізге жібереді. Сіз сол құжаттар арқылы Американың елшілігіне барасыз. Американың елшілігіне барып, сұхбатнамадан өтесіз. Кейін сіз Америкаға келіп, үйленіп, грин карта аласыз. Бұл өте жеңіл түрлері. Үшінші, жұмыс визасы O1 деп аталады. Ол яғни талантты адамдарға беріледі. Сіз өнерде, ғылымда, білімде, спортта, кез келген бір салада өте жоғарғы дәрежедегі талантыңыз болса, ол таланттарыңызды сіз іс жүзінде және документ жүзінде дәлелдей алсаңыз, сізге O1 визасы беріледі. O1 визаның уақыты біткеннен кейін сіз грин картаға өтініш беріп, грин карта ала аласыз. Грин карта алуға мүмкіндік болады. Келесі, саяси қуғынға ұшырау. Яғни ол сіздің шыққан тегіңізге, азаматтығыңызға, ұлтыңызға, дініңізге, саяси көзқарасыңызға байланысты өз еліңізде қандай бір мемлекеттік құқық қорғау органдарынан қысымшылық, қиыншылық көру, яғни саяси қуғынға ұшырау. Ол үшін сіздің барлық құжаттарыңыз болу қажет. Сіз бірінші Америкаға туристік жолмен келесіз. Туристік уақытыңыз біткен кезде сіз саяси қуғынға документтеріңізді тапсырасыз. Бұған барлық документтеріңіз қажет болады, өте көптеген. Және бұның бірнеше минустары бар. Бірінші, ол сіз грин карта алғанға дейін Америкадан шыға алмайсыз. Егер шығып кетсеңіз басқа мемлекетке, онда сіз қайтып айланып Америкаға кіре алмау мүмкіндігі өте жоғары. Өмір бақи кіре алмау мүмкіндігі өте жоғары. Екіншіден, сіз грин карта алуды өте ұзақ уақыт күтесіз. Онда кезек деген өте жоғары. Сіз қанша күтетініңізді білмейсіз, бірақ өте ұзақ уақытқа күтесіз. Келесі, Америка-Мексика шекарасы арқылы сіз саяси қуғынға ұшырау. Сіз өз еліңізден Мексикаға келесіз, Мексикадан Американың шекарасына өтесіз. Американың шекарасындағы шекара қызметкерлеріне сіз берілесіз. Яғни айтасыз, мен өз елімде саяси көзқарасыма байланысты қуғынға ұшырадым. Сол жерде сіздің барлық документтеріңізді алып қалады. Документтеріңізді бересіз, кейін күтесіз. Егер сіз отбасымен келсеңіз, сізді көп уақытқа ұстамай бірден шығарады. Ал жалғыз басты болсаңыз, біраз уақытқа ұстау мүмкін. Бұл жол өте қиын, күрделі, машағаты көп жол болып табылады. Келесі, инвесторлық виза E2 немесе EV5 деп аталады. Ол E2 визасын алу үшін сіз Американың экономикасын кем дегенде 100-200 мың
доллармен инвестиция жасау керексіз. Ал егер EV5 визасын алу үшін кем дегенде 500 000 доллар мен Американың экономикасына инвестиция жасасаңыз, сізге автоматты түрде грин карта беріледі. Келесі, жоғары мамандандырылған профессионалдарға арналған EB1 визасы. Егер сіз өз ісіңіздің ең жоғарғы дәрежедегі өз ісіңіздің шебері болсаңыз, іс жүзінде дәлелдей алсаңыз, және оны дәлелдейтін құжаттарыңыз болса, документіңізді өткізгеннен кейін 2 айдың ішінде сізге грин карта беріледі. Студенттік виза F1 деп аталады. Ол визамен сіз келіп, колледжде, университетте оқуға мүмкіндік береді. Оқып жүріп, сіз университеттің кампусында, университеттің шекарасында 20 сағатқа жұмыс істеуге мүмкіндік болады. Бірақ сол 20 сағатқа жұмыс істеу үшін көші-қон департаментінен арнайы рұқсат алу қажет. Сіздің оқу уақытыңыз біткеннен кейін сіз OPT, яғни Optional Practical Training'ге өтініш бере аласыз. Ол дегеніміз Америкада 1 жыл тұрып, жұмыс істеп тәжірибе жинау. Сіз сол 1 жылдың ішінде жұмыс берушіге ұнасаңыз, сіздің жұмыс қабілетіңіз өте жоғарғы дәрежеде болса, жұмыс берушіңіз сізге жұмыс визасын өтініш беріп, жұмыс визасын алып береді. Жұмыс визасының уақыты біткеннен кейін сіз грин карта алуға мүмкіндік болады. Бұны алу үшін сізге өте қажымас қайрат, күш-жігер, біраз уақытқа еңбектену қажет болады. Бірақ соңында сіз грин карта аласыз. Келесі, жұмыс визасы H1V деп аталады. Жұмыс беруші сіздің атыңыздан барлық құжаттарды өткізеді. Егер де сіздің жұмыс берушіңіз кішкентай компания болатын болса, онда бұл визаны алу өте қиынға соғады. Жылына бұл виза 65 000 квота ойнатылады. Ол сәуірдің 1-нен бастап бірнеше күннің ішінде бітіп қалады. Себебі сәуірдің 1-нен бастап бірнеше күннің ішінде бітіп қалады. Себебі бұл ірі компаниялар көп квотаны алып қояды. Егер сізге бұл сәуірдің 1-нен бастап ойнатылады, бірнеше күннің ішінде бітіп кетеді. Яғни ірі компаниялардың барлығы алып қояды. Бұл жұмыс визасын алу сәл қиындау. Егер сізге берілетін болса, 2 жылдан кейін сіз грин карта алуға мүмкіндік болады. Осымен біздің видео аяқталды. Қандай бір сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазыңыздар. Кез келген сұрақтарыңызға жауап беремін. Және де қандай виза алуға сіз жоспарладыңыз, соны астына комментарийға жазыңыз.